Қайырлы күн достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ әрі дәмді булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті нәрселер: су қосылған сүт, ерітілген май, қант, қаймақ, ұн, разрыхлитель, тұз, құрғақ дрожжи және жұмыртқа керек болады. Барлық ингредиенттердің мөлшерлемесін видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен су араласқан сүтімізге қаймағымызды қосып, жұмыртқа және ерітілген майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сүт араласқан суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Барлығын жақсылап араластырып алған соң 3-4 ас қасық қантымызды қосамыз. Оның үстіне разрыхлитель, тұз және құрғақ дрожжимызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырылып болған соң, илеуіштен өткізілген ұнымызды бәрін бір-ақ сала салмай, шетінен салып отырып, қамыр жасап аламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылып илеп аламыз. Илеп алған соң бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Нанымыз өте жақсы көтеріліп ашыды. Енді осы қамырды жұмыс жасамас бұрын қолымызды майлап алған дұрыс, өйткені өте жұмсақ болғаннан кейін қолға жабысқақ болады. Енді осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Менде 10 бөлік бөлге шықты. Сіздер осылай 10 бөлік жасасаңыздар, өте үлкен булочка шығып кетеді. Сол үшін осы бөлікті 2-ге бөліп отырасыз. Және өстіп дөңгелетіп илеп 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Тынған қамырларымызды шетінен булочканың формасын жасай береміз. Видеода көрсетілгендей қамырымызды тым жұқа қылмай жайып аламыз және жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген майды жағамыз және қантымызды себелеп шығамыз. Қантымызды сепкеннен кейін видеода көрсетілгендей орап аламыз және екі шетін жабыстырамыз. Қиғашынан қойып, пышақпенен ортасын кесіп аламыз. Сонда осындай бізде жүрек сияқты форма шығады. Қамырымызға сары майды жаққан кезде шет-шетіне тым жақын жағып жібермеңіздер, өйткені осындай екі шетін ұшын жабыстырған кезде жабыспай қалады, ашылып кете береді, сонда формамыз дұрыс шықпай қалады. Келесі булочкамыз начинкамен болады. Өздеріңізге ұнаған кез келген начинкамен өздеріңіз жасауға болады. Бұл жерде мен вареная сгущенкамен жасадым. Видеода булочканың жасалу жолы анық көрсетілген. Булочкамыздың үшінші түрі ешқандай начинкасыз өз фантазияларыңызға байланысты жасай бересіздер. Булочкаларымызды жасап болған соң бірден пешке салмаймыз. 10-15 минут көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаны жағып 180-200 градуста жарты сағатқа, яғни беті қызарғанша булочкаларымызды салып аламыз. Булочкаларымыздың бетін кунжут, мак сеуіп қойсаңыздар да әдемі шығады. Осылай әдемі қызарып, томпақ болып піседі. Жасап көріңіздер және үйдегі бар затпен жасалынатын оңай әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.